Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгін қарашаның 10-ы, сабақтың тақырыбы Төлеген Айбергенов, лирик ақын. Төлеген Айбергенов, поэт, лирик. Жаңа сөздермен танысайық. Сәтсіздік, неудача, невезение. Сыр, тайна, секреты. Мәдениетті, культурный. Игілікті, благотворный, благородный. Көпшіл, общительный. Кілт, ключ. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Берілген 4 сұрақтан балалар тек қана алғашқы 2 сұраққа жауап береміз. Ақын деген кім? Қазақтың қандай ақындарын білесіңдер? Ойланамыз балалар. Осы 2 сұраққа ауызша жауап береміз. Жауапты WhatsApp-қа шығып айтып бересіңдер. Ақын деген кім? Кто такой поэт? Қазақтың қандай ақындарын білесіңдер? Каких казахских поэтов вы знаете? Ответ голосовым говорим в WhatsApp. Бүгін балалар қазақтың белгілі ақыны Төлеген Айбергеновтың өмірімен және шығармашылығымен танысамыз. Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақ елінің Қоңырат деген жерінде дүниеге келген. Төлеген Айбергенов родился в 1937 году 8 марта в Каракалпаке. Төлеген Айбергеновтың өлеңдері республикалық баспасөзде 1957 жылдан бастап жарияланды. Стихи Төлеген Айбергенова печатаются в различных изданиях с 1957 года. Бірнеше өлең жинақтары басылды. Он выпустил несколько сборников стихов. Ақын Төлеген Айбергеновтың лирикалық өлеңдеріне көптеген композиторлар ән жазды. На лирические стихи поэта Төлеген Айбергенова написано очень много песен композиторами. Төлеген Айбергенов қайтыс болғаннан кейін 1974 жылы оған Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты атағы берілді. После его смерти в 1974 году Төлегену Айбергенову дали звание лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана. Ақын шығармашылығында отанға, туған елге, адамдарға деген сүйіспеншілік ерекше орын алады. В произведениях поэта прослеживается любовь к родине, к родной земле, к людям. Ақын әртүрлі тақырыптағы лирикалық шығармаларында замандастарымыздың игілікті болмысын жырлады. В своих различных лирических произведениях поэт описывает благородство своих современников. Ол сәтсіздіктерге бой алдырмады. Он никогда не унывал перед невезениями, неудачами. Жаны нәзік ақын өз ойын, сырын, поэзиясымен бөлісті. Значит, очень чувствительный лирический поэт всеми своими мыслями, мнениями делился в своей поэзии. Төлеген ақындығының кілті лиризм. Лиризм – это основа поэзии Төлегена. Ол әлемді өте терең сезімталдықпен жырлады. Он свои стихи писал с большой чувствительностью. Төлеген ақын адамдарды бауыр, дос, жолдас деп санады. Всех поэтов он считал друзьями, товарищами, близкими людьми. Сондықтан ол аса көпшіл болды, поэтому он в жизни был очень общительным человеком. Оның куәсі бір тойым бар өлеңі. Подтверждением этого является его стихотворение «Хочу отметить один той», то есть праздник, да? Ол барлық сәтсіздікті өзі ғана көтеріп, қуанышымен игілігін айналасындағы адамдармен бөлісуді бақыт санады. Он для себя считал счастьем все свои неудачи, все свои проблемы решать самому, а вот радостью и благородством делиться со всеми окружающими его людьми. Мәтінді тыңдап болдыңдар балдар, аудармасында естідіңдер. Енді осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Выполняем задание по тексту.
Бірінші тапсырма. Мына кестеге қараңдар. Екі бағаннан тұрады, тіркескен сөз және мағынасы. Сіздерге берілген мағынасында берілген сөздерге мәтіннен теріп тіркескен сөздерді жазасыздар. Вам даны 2 столбика. Во втором столбике содержание слов вам дано. Өмірге келген, басылым, хабарланды и так далее. В тексте теперь найдите слова, являющиеся почти синонимами к этим словам. Подсказку говорю, обратите внимание на выделенные жирным шрифтом слова. Вы в эту графу, в левую графу, должны записать синонимы к словам, которые записаны в правой графе. Все слова-синонимы берем в тексте. Келесі тапсырма, жазылым, айтылым тапсырмалары. Мәтін мазмұны бойынша төмендегі жоспарды ретімен жазамыз. Вам дан план, ребята, жоспар. И даны пункты. Әнге айналған өлеңдер, сәтсіздікпен күрес, ақынның өмірбаяны, көпшіл ақын. Расставьте, пожалуйста, пункты в этом плане по порядку, по содержанию текста. Мәтін мазмұны бойынша ретімен жазамыз. Келесі тапсырма. Прочитайте, пожалуйста, выразительно отрывок из стихотворения то есть из стихотворения Мухтара Шаханова, который посвятил своему другу Тулигену Айбергенову. Это отрывок из стихотворения Мухтара Шаханова, посвященный Тулигену Айбергенову. Осы үзіндіні маған WhatsApp-қа жібересіңдер, аудиозапись отправите мне. Бәйшешектің ғұмырындай тағдыр кешкен мәрт батыр. Өлеңінде ешбір ғасыр өшір алмас өрт жатыр. Намысыңды дәуіріңе еткізбедің қақпақыл. Міне содан ұлтымызды рухсыздан күзетіп, сен жырың шекарада әлі күнге сапта тұр. Это стихотворение. Здесь рассказывается о качествах Тулигена Айбергенова. Прочитайте, пожалуйста, выразительно. Мәнерлеп оқып, маған аудиозапись жібересіңдер. Үйге тапсырма, 7-ші тапсырма. Мәтінді оқимыз. Қандай 3 дос туралы бұл мәтінде айтылады? Осы кісілер кімдер? Үшеуінің бірі композитор, сазгер, екеуі ақын. Осы суреттерге қарап, Шәмші Қалдаяқов, Төлеген Айбергенов, Мұхтар Шаханов. Қайсысы композитор, қайсысы екеуі ақын. Жазыңдар. Және де үйге тапсырма. Приготовьте сообщение об одном из этих поэтов и композиторе. Сообщение, доклад, баяндама или Шәмші Қалдаяқов, или Төлеген Айбергенов, или Мұхтар Шаханов. Үйге тапсырма осы. Осымен мен сабақты аяқтаймын, балалар. Сау болыңдар. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Үй тапсырмалар, сынып тапсырмасын, үй тапсырмасын орындап, маған WhatsApp-қа жекеме жіберіңдер. Сау болыңдар. Бірінші рет болса мынандай 0 болады ғой, Я урок записывала. Все, уже закончила. Я пойду закрою. закрою. У вас нету, такая тишина. А я на видеозаписи урок записывала. Слава Богу, закрой. Не, откройте, я уже записала все. Мен үйге келдім, пәке апа деп үстіңген жазады. Мен үйге келдім, пәке апа деп үстіңген жазады ғой.